Açılsın Bismillah deb jыр defteri. Ağayın kumardanışık tыңдап meni. 10 жыл бойы эфирден көрінбеппін, уақыт өтіп жатыр сырлап деге. Қайтадан сахнаға алып шықты баласы Айтақынның бұлғақ деге. Былтырғы жыл толы боп жаңалыққа, ел назарын футболға бұрмап беді. Қайрат пен Реал Мадрид ойнағанда Алматы кеттіңдер ғой шулап деге. Килиан Мбаппенің өзі келді, секілді қараторы үнді актері. Одан кейін Дженнифер Лопес келіп, стадионда концертін қылмап беді. Поп жұлдыз Джейло мен салыстырсам, шоқ жұлдыз Айнұрышкам сымбат деді. Биылғы жыл басталды батыл менен, өлең деген қазаққа қымбат деді. Ассалаумағалейкум көрерменім, сендерсіңдер ақынның шын бапкері. Айнұр мен Балғынбекті күттіңдер ме? Күткенде Дженнифер мен Мбаппені. Игигай, игай, игигай, 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 игигай. Екі ол бір шал менен бір кемпірді қайтадан сахнаға кім келтірді? Тып-тыныш Астанада жатыр едім, үстіме киіп алып сұр жемпірді. Терең бір депрессияға түсіп кетіп, ауыстырып алыппын күн мен түнді. Ақын едім бұл күнде, сақыр болдым, өлең екен емдейтін бұл дертімді. Халықпен қауышқанда қуаныштан аспанға атқым келіп тұр бөркімді. Айнұр досым Стамбулдан келген кезде бөрік түгіл атарым дубленкімді. Үстімде киімдерім қабат-қабат, айтпесе айырарым футболкімді. Игигай, 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 игигай. Кобрамның нервісінде қупенделер ойнаған, комментте көрермендер қой десе де қоймаған. Балғынбектің соққысына екі бала тоймаған. Өздерінің алаңында жеңеміз деп ойлаған. Шын дос болсаң айтшы Айнұр қай баланы сабайын. Қайсысының мұрнын бет қып, қайсын жерге қадайын. Қайсысын бутерброд қып, қайсын жұта салайын. Біріншісі көзі қысық Қытайлардан аумайды, екіншінің ауыз ашық күндіз түні сарнайды. Біріншісі дүшпандай боп айтқан тілді алмайды, екіншісі тышқандай боп жатқан пілді алдайды. Шын қостасаң айт жағайын, қай баланы сабайын. Қайсысын теуіп тастап, қайсын жерге қадайын. Қайсысының көзін ашып, кімнің аузын жабайын. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, кімнен бастап қайнайын. Текеменен қошқар құсап, қай қораға айдайын. Қайсысын бұтыр құртып, қайсын бірден шайнайын. Ауыз көктікті? Айтып болады ма? Айтып болады ол не? Төмен бұқыпты? Бірінші айтып болады ғой дейм, жоям деп Балғынбек шылқытып отыр шекені. Жандарбек кепті жалмандап, қасына ертіп бөпені.
Әкесі бұның айтақын жанып бір тұрған от еді. Содан туған Жандарбек, қайтсем де сені жеңем деп қутың етеді. Қырам жоям деп Балғынбек, қатты кетпесең нетеді. Өзім ақ бүгін тындырам, дәл осы екеуін сындырам. Молда деген атың бар, сабырлы болсаң нетеді. Жаназаны оқуға дайын болсаң да жетеді. Бисмилля сөзді бастасам, ісімді Алла реттейді. Дәл бүгін біздің жарысты сағынған халық көп дейді. Екі бала мазанап, қоймағаннан соң кеп тұрмын, шабытымды кім шектейді. Өлетін бала осылай молаға қарай беттейді. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың. Сендерсіз мынау айтыстың көсегесі көктейді. Айтыстан Айнұр кетсе де ақындық менен кетпейді. Айтыстың менмін Айнұры, әлемнің барлық байлығы. Шуылдап соққан халықтың шапалағына жетпейді. Айтысқа шығып ағайын, шабытымды шақырдым. 35 жылдай айтысып, шәрбәтін жырдың татырдым. Шөкеңмен талай сайысып, қалжыңға оны батырдым. Мұхамеджан мен Мұхтар да біреге еді батырдың. Қаймықпай шыққан солар, мен қайтпайтын нағыз ақынмын.